Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Гүлнұр. Бүгін 5 минутта дайын болатын өте дәмді десерт дайындап көрсету жолымен бөлісемін. Осы YouTube каналымда аптасына 2 рет жаңа рецепт шығарамын. Ол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін осы видеосындағы подписаться кнопкасын бассаңыздар жеткілікті. Ал енді десерт жасауға кірісеміз. Бізге керегі 1 жұмыртқа, шым тұз. Осы қоспамызды араластырамыз. Қыздар, осы қоспамызға ванильді қант пен қантты қосып, және де ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте бізге ұнды қосып, аз мөлшерде араластырамыз және қопсытқышты қосып шығамыз. Барлығын осы венчиктің көмегімен жақсылап біріктіреміз. Қамырды осылай қолмен біріктіріп, аздаған уақытқа демалдыруға қоямыз. Ендігі бізге керегі тек қана бір алма жеткілікті. Алманың қабығын аршып, ұсақтап тұруға кірісеміз. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап тураймыз, және де осы қамырымызға қасықтың көмегімен араластырып біріктіретін боламыз. Осылай пергамент қағазымызды төсеп, қасықтың көмегімен десерттерімізді орналастырамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, оңай дайындалады. Және де бір жасағаннан бәріне ұнайды деп айта аламын. Толықтай барлығын осылай орналастырып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Осы десертті жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер осы десерт дайындасаңыздар, комментарияға жазып, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.